Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 3-ші сынып қазақ тілі 33-ші сабағымызды бастаймыз. Бастамас бұрын видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Нәтиже сабақ мен не үйрендім? Бірінші жаттығу мәтінді мұқият тыңда. Хиуаз Доспанова Ұлы Отан соғысына қатысқан. Ол қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы. Хиуаз әуеге 300 рет ұшып шыққан. Кубан, Қырым, Украина, Белоруссия, Германия жерлеріндегі жау бекіністерін бомбалаған. Хиуаз Доспанованың ерлігі дәріптеліп, ол туралы бірнеше кітап жазылды. Жауынгерлік еңбегі үшін халық қаһарманы атағы берілді. Ана тілі газетінен. Хиуаз Доспанова туралы білетініңді айт дейді. Хиуаз Доспанова туралы міне мәліметтер жаздық. Осының ішінен керектілерін өздеріңіз көшіріп жазып алсаңыздар болады. Енді келесі тапсырмаға қарайық. Х әріптері бар сөздерді тауып, осы сөздерге дыбыстық талдау жаса дейді. Хиуаз, халық, қаһарманы деген сөздерге дыбыстық талдау жасадық. Дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Екінші жаттығу, кітапханашы хабарландыру жазды. Сиқыршы мәтіндегі сөздердің орнын ауыстырып жіберді. Хабарландыруды сөздерді тиісті орнына қою арқылы жаз. Тыныс белгілерін қой дейді. Оқушылар назарына, бізде мына жерде берілген, біз соны дұрыстап жазуымыз керек. Жазайық. Оқушылар назарына. Леп белгісі. Сен білесің бе? Сұрақ белгісі. Тұңғыш ұшқыш қазақ қызы кім? Сұрақ белгісін қоямыз. Ол туралы білгің келе ме? Сұрақ белгісін қоямыз. Онда кітапханаға кел. Нүкте. Үшінші жаттығу, тірек сөздер арқылы құрастыратын мәтіннің не туралы екенін болжа дейді. Цирк, көшпелі, акробат, тұрақты, шабандоз, сайқы, мазақ. Бұл мәтін белгілі сөздеріне қарасақ, цирк жайында айтылған. Енді төмендегі тапсырмаға қарайық. Жұбыңмен, тілшімен, көрермен рөлінде сұхбатқа түс дейді. Міне осылай жазып алсаңыздар болады. Тілші, көрермен ретінде сұхбат жаздық. Дәл осыны көшіріп жазсаңыздар болады, немесе өз қиялдарыңызға ерік беріп, басқаша түрде жазсаңыздар болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше